Сәлеметсіздер ме оқырмандар? 9 бөлім Аспан әлемінің құпиялары. Параграф 70 ерте дүниедегі халық астрономиясы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Арғы ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, аса құнды еңбектер жазған. Орта Азияның ұлы астрономдары қатарына Әбу Насыр әл-Фарабиді, Әбу Райхан әл-Бируниді, Омар Хайямды, Мұхаммед Тарағай Ұлықбекті жатқызамыз. Әл-Фарабидің мол рухани қазынасының ішінде астрономияға қатысты еңбектері де көп. Ал әл-Бируни Орта Азияда жыл санаудың екі жүйесі болғанын анықтаған. Уақытты есептеу әдістері, жыл мен ай, апта мен күн есептері туралы айтқан. Омар Хайям күнтізбені дәл жасаған. Күнтізбедегі жыл басы 22 наурызға сәйкес келеді. Ұлықбектің үлкен ерлігі Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбесін жасауы. Менің алғашқы энциклопедиям жинағынан. Астрономия, аспан денелерінің құрылысы, дамуы және тұтас ғалам жайындағы ғылым. Обсерватория астрономиялық бақылау жүргізетін ғылыми мекеме. Мәтіндегі негізгі ақпараттарға арғы ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, аса құнды еңбектер жазған деген секілді мәліметтер жатады. Қосымша ақпараттарға Ұлықбектің үлкен ерлігі, Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбесін жасауы. Тілдік бағдар. Сөйлеуші тек өзі ғана сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Бірінші, ешбір өзгеріссіз дәл сол айтылған күйінде жеткізілуі төл сөз деп аталады. Мысалы, еңбек түбі береке, дейді халық. Екінші, сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Мысалы, халық еңбектің түбі береке екенін айтқан. Екінші тапсырма. Мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңдар. Жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 мың жыл бұрын ежелгі шығыс елдерінде пайда болған, деді Күләш. Әли, ежелгі Вавилонда айдың қозғалу ерекшелігіне негізделген күнтізбе жасалған. Ол ай күнтізбесі деп аталған, деп жалғастырды. Олар аспан денелерінің қозғалысын бақылап, жылына 2 рет күн мен түннің теңесетінін білді, деп Жарқын айда өз ойын ортаға салды. Күн мен түннің көктемдегі 2 рет теңесуінің арасы 1 жыл деп саналады. Оның ұзақтығы 365 тәулікке тең. Осылайша жыл санау жүйесі дүниеге келді, деп қорытындылады Әлішер. Күләш жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5-6 мың жыл бұрын ежелгі шығыс елдерінде пайда болғанын айтты. Әли ежелгі Вавилонда айдың қозғалу ерекшелігіне негізделген күнтізбе жасалғанын және ол ай күнтізбесі деп аталатынын айтты. Жарқын ай ежелгі вавилондықтар аспан денелерінің қозғалысын бақылап, жылына 2 рет күн мен түннің теңесетінін білгенін айтып, өз ойын ортаға салды. Әлішер күн мен түннің көктемдегі 2 рет теңесуінің арасы 1 жыл деп саналатынын, оның ұзақтығы 365 тәулікке тең болатынын және осылайша жыл санау жүйесі дүниеге келетінін айтып, қорытынды жасады. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер, бір-біріңмен пікір алмасып сұхбат құрыңдар. Сағат болмаған шақта адамдар уақытты қалай белгілеген? Сағат болмаған шақта адамдар күнге қарап, құм сағаттармен уақытты белгілеп отырған. Сағаттың қандай түрлерін білесіңдер? Сағаттың жыл санауға қатысы бар ма? Неліктен? Сағаттың түрлері құм сағат, су сағат, механикалық сағат, электронды сағат. Әрине, сағаттың жыл санауға қатысы бар. Өйткені 24 сағат 1 тәулік. 1 жылда 365 күн бар, яғни тәулік бар. Яғни осыған қарай сағатта жыл санаудың қандай да бір өлшем бірлігіне жатады. Үшінші, уақыттың ең кіші бөлшегі мен үлкен бөлшегін атаңдар. Уақыттың ең кіші бөлшегі секунд, біз көбіне осыны қолданамыз, дегенмен миллисекунд дегенде бар. Ал ең үлкен бөлшегі ғасыр деп қолданамыз. Десек те және ғасырдан да үлкен мыңжылдық деп те айтылып жатады. Төртінші тапсырма. Жазылым. Бақ материалдарын пайдаланып, сағат және оның түрлері туралы телебағдарлама сценарийін жазыңдар. Сценарийге қажетті сөздер. Кіріспе. Құрметті балалар. Негізгі бөлім. Сағаттың қалай пайда болғаны, сағат түрлері, уақыт өлшемдері, уақыт өлшемдерінің күнмен байланысы. Қорытынды бөлім. Міне енді сендер бұл туралы көп мәлімет алдыңдар.
Төртінші тапсырма жауабы. Құрметті балалар, сендер күнделікті қолданып отырған сағат туралы не білесіңдер? Сағатсыз өз өмірімізді елестете аламыз ба? Қалай ойлайсыңдар? Ертеде қазақ халқы уақытты қалай белгілеген білесіңдер ме? Қазақта көзді ашып жұмғанша 1 секунд, сүт пісірім 15 минут, бие сауым 1 сағат уақытқа белгіленген. Қала берсе түнде жұлдыздарға қарап, ал күндіз әтештің шақыруына қарай уақытты анықтап отырған. Ең алғаш адамдар уақытты күн сағатпен болжаған. Ол үшін шеңбер сызып ортаға таяқ қойып, күн жылжыған сайын көлеңкеден уақыттың қанша болғанын анықтап отырған. Бұлтты күндері бұл әдіс іске аспайтындықтан кейіннен су сағатын ойлап тапқан. Содан соң құм сағаты пайда болған. Одан соң механикалық сағаттар шығарыла бастады. Міне балалар, сендер сағаттың түрлерін және шығу тарихы туралы ақпарат алдыңдар. Уақыттың қадірін біліп, оны пайдалы істерге жұмсаңдар. Бесінші тапсырма. Ата-аналарыңның көмегімен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазыңдар. Оларға түсінік беріңдер. Күн шығар алдындағы мезгіл таң азан. Құлын сәрі, таң жаңасыз беріп ата бастаған кез. Таң сәрі, жерге жарық түсе бастаған кез. Күн көкжиектен көтеріле бастаған мезгіл сәске. Сәске түс жақындаған мезгіл. Сағат 12 шамасы. Ұлы сәске тал түске жақындаған мезгіл. Ұлы бесін намазын оқитын кез. Түс ауған шақ. Алагеуім күн ұясына бата бастаған кез. Намазшам кешкі намаз оқылатын мезгіл. Кеш ымырт жабылып қас қарайған кез. Тағы басқа.